Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында осындай керемет болып көтеріліп шығатын печенье дайындап үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бос ыдысымызға осылай 2 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Үстінен 130-150 граммдай құмшекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, құмшекеріміз ерігенге дейін араластырып алатын боламыз. Осылай. Жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне сұйық май 100 грамм сұйық май құятын боламыз. Видеома түсінбеген жерлеріңіз болса, мен описанияда барлық қоспалардың грамын анықтап жазып кететін боламын. Сол жерден оқып үйреніп алсаңыздар болады. Енді 450-500 граммдай ұн алатын боламыз ыдысымызға. Үстіне 1 ас қасығын толтырып какао қосамыз. Осылай какао қосамыз. 1 чайный ложкада қопсытқышымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бір қалыпқа келгенге дейін жақсылап араластырамыз осылай қасықтың көмегімен. Осылай. Дайын. Енді жұмыртқамыздың үстіне осылай ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр елеп алатын боламыз. Соңында осылай қолымызбен араластырып, жақсылап қамырымызды елеп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып шықты. Енді осылай дөңгелете бөліктерге бөліп, печенье қалпына келтіріп алатын боламыз. Мен таразыдан қолданған жоқпын. Егер сіздерде таразы болса, таразымен де қолдансаңыздар, ол тіптен жақсы. Барлығының көлемі бірдей болып, әдемі болып шығады. Мінекей барлығын печенье қалпына дөңгелетіп дайындап алдық. Енді жүзін, осылай бет жүзін құмшекерімізге аунатып, әдемілеп алатын боламыз. Мінекей дайын. Енді листімізге орналастырып аламыз. Листімізге орналастырып жатқан кезде печкамызды 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Орналастырып алдық. Енді осылай пышақтың көмегімен бетін әдемілеп шығатын боламыз. Олай пышақпен қатты кесіп тастаудың керегі жоқ. Жай ғана аздап осылай сызып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын. Енді печкамызға салып 10-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай печеньеларымыз дайын. Әдемі болып шықты мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай печеньеларымыз дайын.
әдемі болып пісіп шықты. Шай мен таңғы асқа балдарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеома лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды да ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.